Бүгінгі жаратылыстану сабағынан дыбыстың шағылуы деген не тақырыбында сабақ өтеміз. Бізге дыбыс ашық жерде айқайласа, дыбыс сыртқа жайылып кетеді. Мынау телефондарда сол ашық жерде бізге қатты естіледі, ал мынандай қораптарға салатын болсақ, жай естіледі екен. Енді мынау дыбысты көрейік. Міне, ашық жерде бізге жақсы естіліп жатыр. Енді осыны мына қорапшаның ішіне салып, бетін жауып көрейік, дауысы қалай естіледі. Дауыс кедергі болды ма? Иә. Дәл осы қоңырауды мынау шелектің ішіне салып көрейік. Шелектің ішіне салып, бетін жауып көрейік. Дауыс кедергі болып жатыр ма? Иә. Демек, біздің жаңғырығымыз, дауысымыз ашық жерде қатты естіледі екен. Ал мынандай қораптарға, шелектерге салып, аузы жабылса, дауыс кедергі болып, бізге жай естіледі екен, иә?